Сап достар, сіздермен бірге мен достар, бүгінгі видеода бізде өте қызықты видео болады. Достар, бүгінгі видеода бізде пранк болады. Я достар, бүгін біз пранковать ететін боламыз. Достар, бұл қандай пранк дейсіңдер? Достар, мен бір любой бір әнді аламын, соның текстін, сөздерін бір адамға жазамыз, соның реакциясын көреміз, ол қалай қабылдайды екен. Я бұл пранк баяғыда қалып қалған, бірақ мен енді түсіріп жатырмын, оған ренжімеңіздер. В общем, достар, маған қызық болады. Қазір мен 3 адамға пранк жасаймын. Кеттік ендеше, go! Достар, бірінші пранкты мен өзімнің сыныптасыма жазатын болам, яғни сыныптас қызға жазатын болам. Короче, кет. Уақыт өткен сайын неге сезім суиды екен, суреттерге өң жетпейді ме кейде. Тым қиын сүйу мәні, ол биік күйдің әні. Мына бала айтып кетті дұрыс әңгіме, махаббат шынымен суретсіз аниме. Достар, бұған мен 91 yeah деген әнін пранковать еттім. Достар, енді тағы да екінші пранкты сыныптас қызға жасай деп жатырмын. Тағы да 91 өлең істейтін болам. В общем, дегенмен олай нейді мен дедім жоқ байлайтын оны оңай, тебірентіп биге шақырайын десем әдемі сөйлемеймін. Таяқ жерді одан биік алайық, бірде ғайып болып қиялдарда аунап. Үшінші пранк. Баяғыда ерте-ертеде ешкі жүні бүртіде, мен бір төсекте түрлі бекелер ойыншығыма секір ген, соның ішінде бар екен сенің кемпірің. Осы видеоға көптеген лайк және де жақсы активность болса, мен тағы да пранк түсіретін боламын. В общем, достар, ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк, арнаға жазамын. Сен болған мен Нурик, бәріңе сау.